Бір нәрседен қорқу қайдан пайда болады? Неге біз қорқамыз? Барлық әлем прикольчиктен сәлем. Достар, бүгін мен сендерге қорқыныш туралы мәліметтер айтамын. Бастайық. Біз ойлап қарасақ, дәмбілсін заттардан қорқамыз. Тарақаннан, құрт құмырсқалардан, кейбірлер осындай үлкен өрмекшіден қорқады. Осындай өрмекші ме? Мен даже осындай өрмекшіден қорқам ғой. Жалғастырайық. Бізді жеп қоймайтын біле тұра судан қорқамыз. Ғаламдар көп жыл адамзатты зерттеп жүрген. Олардың айтуынша, адамзат қорқынышты көмегімен өмір сүріп жүрді деп айтқан. Қорқудың да өзінің зияны да бар екен. Оны ары қарай менің досым жалғастырады. Кейбір адамдар қорыққаннан жүрек ауруына шалдығуы мүмкін. Ол жүрек ауруы іле-шала артынан аяқ қолы жасамайтын, былай айтқанда паралич ауруына әкеліп соқтырады. Енді паралич болған адамды өздеріңіз білесіздер, не жүре алмайды, не отыра алмайды деген сияқты. Короче, сондай да. Көп рахмет саған досым. Оқасы жоқ, если что, обращайся деген сияқты ғой. Мен де білгенімді айтып тұрам, жаман келсе. Көпті білгеннен сұрама дейді, көпті көргеннен сұра дейді ғой. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Кейбір адамдарда қараңғыдан қорқады. Неге? Өйткені оның фантазиясында, мысалы қараңғыда ол бір зат, жын, малғын, сондай заттар бар деп ойлайды. Немесе призрак, монстр сияқтыларды бар деп ойлайды. Бірақ ол өтірік. Ол сіздің фантазияңыз. Ондай жағдай түн үшін ужастик қарағаннан болады. Сондықтан көп ужастик қарамаңдар. Ой, атсатса еще алым керек еді. Сен қорқытып та білмейсің ғой. Жапшы аузыңды. Менің каналымды өзім білем. Жақсы. Ал осымен. Осы монстр. Мындай болып болды. Ал осымен бітті достар, сендермен болған мен, мистер Прикольщик. Пока-пока, чао.